Құрметті ата-ана, қазір мектепте барлық оқушыларға тестер кезет платформасында жеке өздеріне логин, парольдер берілді, аккаунттары бар. Енді үйде оқушының осы платформамен сабаққа қалай дайындалу керек екенін көрсетеміз. Сіздер соны қадағалап отыруыңызға болады. Ол үшін аккаунтына кіреді. Мен қазір оқушының аккаунтынан кіріп отырмын көрсету үшін. Мінекей, бұл жерде оқушы не істей алады? Әр пән бойынша жеке-жеке тесттен өтіп, тест тапсырып көре алады. БЖБ-ға дайындала алады. ТЖБ-ға дайындық жасай алады. Егер 11-ші сынып болса, ұлттық бірыңғай тестілеуге де дайындала алады, PISA-ға дайындала алады. Яғни, және сонымен бірге емтихан тапсырып көре алады. И репетитор бар. Бұны қалай жұмыс істейміз? Мысалы, емтиханды қалай тапсырады? Оқушы бір сабақтан сабағын оқиды, өткен тақырып бойынша. Енді соны тексеру үшін сіз емтихан тапсыртқызасыз. Емтихан тапсыруды басады, пәнді таңдайды, кез келген қазақ тілінде тапсырамын дейді. Содан кейін осы жерден өткен тақырып таңдаймыз. Біз бірінші бүгін қандай тақырыпты өттік? Даму тарихын алайық, емтиханды бастау. Яғни сұрақ қойылады, оқушы осы жерге жауап береді. Жауапты жібереміз. Екінші сұрақ қойылады, тағы да білгенін осы жерге жазады. Жауапты жібереді. Үшінші сұрақ қойылады, оқушы осы жерге жауабын жазады. Жауапты жіберу. Жауапты жібергеннен кейін жасанды интеллект қазір барлығын өзі тексеріп береді. Мінекей, қорытынды бағалау, жауаптар талдау, сіздің жауабыңыз бағалау дұрыс емес, қателер, жауап мағынасы символдан құралған. Шынымен де мен жай әріптерді жаза салдым. Екінші тоже дұрыс емес, жауаптың мазмұны жоқ деген сияқты. Қандай қате бар, соны көрсетіп беріп тұр. Күшті жақтарын көрсетеді, және де нені жақсарту керек осы тақырып бойынша соған бағыт береді. Егер жауабыңызға көңіліңіз толмаса, қайтадан емтихан тапсырып көре аласыз. Сонымен бірге репетитор бар. Кәдімгі мұғаліммен дайындалғандай сұрақ қоя алады. Тоже қандай сабақтан сұрақ қойғысы келеді? Мысалы, биологияны алайық, қазақ тілі. Бастайды. Мына жерге сұрағын жазады. Мысалы, биологиядан жасуша деген не? Сұрақты жібердім. Сәл күтесіз, бірден қазір жасуша деген не жауабын сізге көрсетті. Мысалы мен жасуша туралы негізгі ақпарат берді, мысал берді. Ары қарай өзіңізге сұрақ қояды. Жасушаның ең негізгі қызметі не санайсың? Өз сөздеріңмен айтып беріп көрші дейді. Екінші сұрақ болса тағы жазасыз. Осылай кәдімгі сұрағыңызға жауап аласыз. Және де мінекей тест, мысалы пән бойынша біліміңізді тексерейік. Пән бойынша тестілеуден өту дейсіз. Сыныбыңыз таңдайсыз. 90-ыңыз таңдайсыз. 290 дейік. Оқыту тілі қазақша, пәнді таңдау. Яғни бір пәнді таңдаймыз. Тестілеуді бастау дейміз. Мінекей тестілеу жүріп жатыр. Сұрақ қойылады. Содан кейін осы жерден формуланы жазу барысында қолданылатын нысанның адресі деп аталады. Яғни мен белгілеуімді келесі сұрақ деймін. Электрондық кесте жолдары немен белгіленеді? Ол бізде сандармен. Осылай келесі сұрақ белгілейміз. Келесі сұрақ деп белгілеп, барлығын белгілеп болғаннан кейін 21 сұрақ екен, тестілеуді аяқтау дейміз.
жауап берілмеген сұрақтар саны уже көрсетіп тұр. Егер қалып қойған сұрақтарыңыз болса, осылай көрсетіп тұрады. Сосын болғаннан кейін, егер қайтадан белгілейтін болсаңыз, бас тарту деп белгілеп шығасыз да, болған соң аяқтау дейміз. Жинаған балыңыз 1 дейді. Қатемен жұмыс жасаймыз. Осы жерден білімді жетілдіру дейміз. Қай жері дұрыс болды, қай жері қате болды. Осы жерден көрсетеді. Келесі сұрақтан қандай қате кетті міне? Дұрыс дейді. Келесі сұрақ. Осылай оқушы дайындалуға болады. Сіздер ата-ана ретінде оқушының осы платформаны тиімді пайдалануын қадағалай аласыздар. Рахмет.